Ешқандай ұн қоспай тәтті әзірлейік. 400 грамм асқабақ, 1 дана жұмыртқа, крахмал және қант алмастырғыш. грамм сүзбе, жұмыртқа, крахмал, қант алмастырғыш. Асқабақты және сүзбені блендермен жақсылап езіп алғаннан соң 2-3 ас қасықтан табамызға кезектестіріп салып аламыз. Неге оны шешеміз? Асқабақ пен сүзбені кезектестіріп салып болған соң, үстіне қалаған жидектеріңізді салсаңыз болады. Менде қатырылған құлпынай. Басқа да рецептерді көру үшін арнама тіркеліңіз. Астарыңыз дәмді болсын.